Достар, тез дайындалатын алма бәр үшін сіздерге көрсетейін. Оның құпиясы неде? Бізге керегі алма, жұмыртқа, бал, шекер, қаймақ, ұн және ашытқа сары майдың бір кішкене бөлшегін ертіп аламыз да осыған алманы турап қуырамыз. Бәрішті де осында жасаймыз. Өйткені біздің пешіміз бос емес. Алманы қуырамыз, оның үстіне кішкене шекер саламыз, және ол қуырылып жатқанда біз қамыр дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаны жарып алып, 3 жұмыртқа, оған 3 қасық қант салып, әбден араластырамыз, және 2 ас қасық қаймақ құямыз. Мұны да қосып бірге араластырамыз. Алмамыз қуырылып жатыр. Мінекей, енді ұн саламыз. 4 ас қасық ұн салғаннан кейін сұйық қамыр дайын болу үшін мұны да жақсылап тұрып араластырамыз. Алма қуырылып жатыр. Енді мұның үстіне тәтті болу үшін бізге бал керек. 3 ас қасық бал құямыз. Оның үстіне дайын болған сұйық қамырды құямыз. 20 минуттай баяу отқа пісіреміз. Бетін жауып және дайын болғаннан кейін екінші жағын 10 минуттай пісіріп аламыз. Алма бәріші дайын болды, ол табаға піскен. Және асымыз да дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.